Татьяның жолы ашылды. Ал Ақжол Ақтөбеге шығып бара жатырмыз. Beyinev'e жетtik. Saat 3. Aslı.
назад енді керек емес. Достар, ассалаумағалейкум. Біздер кеше Ақтаудан шығып Ақтөбеге бара жатырмыз. Қазір Дасорда, бүгін Дасорда түнеп, енді Ақтөбеге тіке тартайын деп едім. Дасордан Қарабау, Қарабаудан Миялға, Миялдан Ойылға, ары қарай Ақтөбеге. Бұлай кеше картамен таксистермен жолды жобалап қарап алдық. Бисмилля деп жолға шығайын деп жатырмын. Жалпы бұлай жобалап санағанда 500 километр ұтамыз екен. Оралмен айналмай. Бәрі айтады, жол жақсы деп. Таксистер бәрі. Мынау енді Дасор. Алдымызда Маулен келе жатыр, жолды көрсетіп. Маулен ары қарай Атырауға тартамын дейді. Бұлай тіке басаң ғой? Иә. Анжеде уже Байбақтадағы келесіз. Спидометрде 812 километр. Минус 13. Температура. Даладағы. Байбақта ата деген не бар? Арка дейма. Осының ішінен өтеміз міне. Байбақты атаның қапталымен өтіп кетті. Шеркеш Байбақты ата арнайы тоқтап, Құран оқып, дұға тілектерімізді бағыштап Аллаға. Осындай қара жолмен басып баратырмыз. 40-50. Ай, қып-қызыл. Қарабауға жетім біретпіз. Дасордан 115-120 километр жобалап. Қазір бір темір жол өтеміз. Сосын қазір провод. Оны бәрін көрсетіп кетем. Темір жолға жақындап келе жатырмыз. Ане жарықтар алдымызда. Темір жол өтем. Жалпы машина жүрген жолмен жүру керек та, жолдар көп далада. Енді түнде жүргенде міндетті түрде адасасың ғой. Сәл адасып кеттім бір 10-15 километрге. Анау жарыққа барып едім, ойладым ғой, анау темір жол деп. Анау темір жол емес, анау мұнай өндіретін алам ба, сондай бірдеңе. Сәл жолдан оңға қарай кетіп қалып, солға алу керек екен.
Короче. Темір жолға жеттік. Мынау баяғы Индердің темір жолы. Индерге баратын темір жол. Мына жерде көліктер пойыз жүрмейді екен. Басып кеткен. Биік екен рельстер. Буровой ма деме. Темір жол, газопровод бәрін өттік. Оян дым кездеспеді. Ой, түнде жолға оян шығатын еді ғой. Жол жоқ. Бір жақсы карта бар, GPS. Абылай адасып кетуге батып. Сорларға 2-3 сорды өтіп кеттім. Соны білмесең, қадап қаласың. Батып қаласың балшық. Жамбыл деген ауыл. Содан кейін Қарабау болды. Қарабауға келдік. Қарабау ауылы, қош келдіңіздер. Аяз -18. Жолда екі машина кездесті, қарама-қарсы. Ал енді асфальтқа шығып қараймыз. Салам алейкум. Миялыға қалай шығам? Миялыға мына трасса түсесің. Анау трасса ма? Оңға болып кетесің. Солай түспесең болды. Неше грейдер, сосын бір 20 километрден кейін асфальт басталады дейді ғой. Мына жерде түсіп аласың, мына зак тұр ғой, газ тұр ғой. Иә. Ол жолға апарады. Мына құттай трасса ғой, содан оңға түсіп кетесің. Грейдер түспе. Осы жерде тұрасың ба? Иә. Қандай рулар тұрады мұнда көбісінде? Шіркеш, таз? Асық? Байбақтылар бар ма? Беріштер бар, иә? Беріштер бар. Асық, беріш, шіркеш, таз. Жазда сол зерттейін деп едік қой.
жолпау. Мынау грейдер. Мына жалпы грейдер индерге апарат. Осы грейдер 20 километр анандай мынандай грейдер. Сосын асфальт басталады деп жатыр ғой. Жалпы кеше білгенде 120 километр деді маған. Неге? Миялыға дейін Қарабаудан. Қазір 937, 5 километр, 930 неден Дақсордан неге дейін Қарабауға дейін 120 километр жүрдім. Осы грейдермен жайлап басамыз. Тесел ұстайды екен мұнда. Байланыс бар. Қазақтың байлығы. Жолдар. Байқаған Атыраудың адамдары қарама-қарсы өтіп баратқан кезде қолын көтереді да, сәлем береді. Керемет екен. Өзінің жерінде байқайсың жүрген, өзінің елінде. Керемет ағалар, ағайын. Осылай бір-бірімізді осылай қарсы алып алайық, бауыр басып. Бір-бірімізге жау емеспіз, бауырларымыз. Грейдердің сапасы болады енді 80-90 жүруге болады. Арасында шоқалақтар бар. Бұлай жақсы. Мынау асфальтқа жеттік. Жол сірә тазаланбайды, ұлы жолдар тазаланбайды. Бірақ 100-110 жайлап ұстауға болады. Мана тас шағылды өтіп өттік. Жазда келіп зерттейміз. Тас шағыл өтіп өттік. Тас шағылның қасында мына асфальт салатын зауыт тұр. Ой, жақсы жол. Асфальт қой. Сөйтіп келе жатырмыз. Қосқұлақ деген ауыл. Үлкен ауылға жақындадық. Жол жақсы. Қоныстану деп тұр картада. Байланыс бәрі жерде. Кесел. Кемобайл білмеймін, кесел бар. Осы Қарабаудан бастап байланыс бар. Үзілген жоқ. Қоныстану ауылы. Газы бар ауыл. Мазарды Көмбестанды алдында 2015-те өттік. Нарынбай Батыр деп жазылып тұр.
Жас Қайрат деген ауыл. Қазақтың байлығы. Малымыз көп болсын ағайын. Мына иісін байқасаңдар. Қойдың иісі, жусанның иісі, даланың иісі, қардың иісі. Миялаға жетпей бұрылып кету керек көпірдің алдында. Олай карта бойынша сөйтіп көрсетіп тұр да. И жолында машина көп жүргенде көрініп тұр. Бисмилля деп енді ойыл. Бұлай жалпы 70 километр жобалық ойылға дейін. Жазда бір-екі рет өттім осы жерде. Біз ана Шуаршы деген жерге балыққа келеміз. Сүңгі аңшылыққа. Енді қара жоқ. Ойылға дейін. Анемиялық. Бәрі нормально. Шұбаршыға жеттік. Ақтөбе облысында. Ақтөбе облысқа кірдік енді. Мынау бірінші ауыл Ақтөбе облысы. Енді келесі ауыл ойыл ғой. Жолымыз ашық болсын әрқашанда. Мынандай тақтайша бар екен. Ойыл былай деп.
жолдарды тазалап отыр. Неден? Қардан бақылас қардан. Сәтті жетіп қалдық бойылға. Жалпы жүруге болады 2 километр. 800 километр жолдан шықтық. Қазір 330 километр бойылға дейін Доссордан. 170 километр қара жол. 170 километр қара жол. 130 километрда асфальт. Қазір сағат 12:36. Мен сағат 7-де шықтым. 1 деп санайықшы. 6 сағат жүрдік ойылға дейін. Нормально. Ал жеттік ойылға. $57 газ. Асықпай келдік. Енді Ақтөбеге жол тартамыз. Қолдан элеватор көрініп бастады. Қолдаға жақындадық. Ақтөбе 113 километр. Міне Қолдаға кірдік. Батырларымыз, аталарымыз күтіп алды. Ақтөбе көрінді. АЗКС-тің құбырлары түтіндеп жатыр. Ақтөбе 175. Tek sen үшін сүйетін мені